мен ана жігіт өмір деп алып жүргенім сол ғой. Жігіт өмірде адалдылық, адамилық, адамгершілік, жауапкершілік, айтқан сөзіңде тұру, адалынан жүру, тауға шығу, еңбек ету, табысыңды адалынан жұмсау, негізгі жігіт өмірдің басты тақырыбы осы ғой жалпы. Жігіт өмір деп ішіп жеп, ойнап күліп, баня сауна мауда емес деймін. Осы жігіт өмірді осындай пигіна шығару керекпіз ғой. Әр жігіттің өмірі жігіт өмір егер ол адалынан жүрсеш, тек менің ғана жігіт өмірім емес, жалпы жігіттердің өмірі осы ғой. Көзге көрінбей, алдыға шығып кетпей, жалпы тып-тыныш қалың-шаңның арасында табиғатпен, ақиқатпен өзінің қарапайымдылығымен өмір сүріп жүрген жігіттер көп қой мысалы. Экранға да шықпай, солардың өмірін естіп көрсеткім келеді да менің мақсатым өз өмірде. Кейін жігіт өмірдегі күй жазылып жатыр. Жігіт өмір кітабы шығады, содан оқиды адамдар. Болашақта неге киносын түсірмеске деймін да. Қарапайымдылық кино жоқ қой онша қазір заманда. Таза ауыл табиғатпен бір түсіргім келеді да кино. Таза жігіттің өмірі нөлден көтерілген, жоқшылық пен тоқшылықтың, кісілік пен кішіліктің, құлшылық пен тіршіліктің, жауапкершілік пен адамгершіліктің арасында жүрген жігіттің өмірін алғым келеді да. Осылай тапқан табысыңды адалынан жұмсап, табиғатпен демалып, мысалы басқа енді өмірде не қызық енді осындай Алланың жаратылысын, табиғаттың таза ауасымен демалып, тылсым күшті, құдіретті, нығметті сезініп, мысалы осылай табиғатта жүру, шариғатта, мағрифатта, ақиқатта жүрміз ғой. Енді осыған жігіт өмірге шариғатты кіргізіп алсақ деймін да, намазымыз түгел болып, қажылығымыз, зекетіміз болып, иншалла. Осылай табиғатта бай-қуатты өмір сүргенге не жетсін мысалы. Рухани бай, және дүниемен бай болсын, қай жағымен алып қарасаң да, имани бай.